Ассалаумалейкум. Жаңалықтарды бәрінен бұрын біліп отырғыңыз келсе, YouTube арнамызға жазылыңыз, видеоларымызға лайк басыңыз. Жақында Қостанай облысына президент Тоқаев мырза келіп кетті. Өте құпия түрде. Бұрын мұндай сапарлар туралы барлық бақта алдын ала хабарланып, бүкіл жұртқа дабыл қағатын. Бұл жолғысы өзгеше, ешкім ештеңе білмейді. Бұдан тіпті жергілікті журналистер де тыс қалды. Содан мемлекет басшысы облысымыздағы бірнеше объектілерді аралағаннан кейін Рудный қаласына барып, ондағы жылу жүйесімен танысты. Президенттің айтуына қарағанда, бұл жұмыстың қалай жүргізіп жатқандығын көруге әдейі келіпті. Бір қызығы аса құпия түрде. Соңғы бір қызығы сол қала әкімінің көзінше көшеде жиналып тұрған аз ғана жұрттан үйлеріндегі жылу деңгейі жайлы сұрады. Олар әрине бәрі тамаша екендігін қуана хабарлады. Ал жергілікті тәуелсіз Наша газета деген басылымның жазуына қарағанда, бұл қаладағы жағдай анау Екібастұздағы апатты жағдайдан кем болмаған көрінеді. Ал қазірдің өзінде барлығы жөнделіп болмаған. Тоңып отырғандар әлі де жеткілікті. Қысқасы, сонау Назарбаевтан қалған өтірікті шынды Құдай ұрғандай етіп көрсету әдетінің жаны сірі екен. Баяғы өтірік көзге түсіп қалу үрдісі әлі жалғасып келеді. Сонда жаңа Қазақстан дегеніміз де жалған болып шыққаны ма? Енді оны қандай іздедік? Мүмкін біреулер бір жерден көріп қалған шығар. Бәрі жансандылық, көз бояушылық. Көзге ұрып тұрған ай. Біздегі жасандылықтан бөлектағы бір жағымсыз жеркенішті дәстүр бар. Дәстүр демесек те болмас. Себебі қанымызға до-таго сіңіп кеткен дүние. Ол жағымпаздық. Осы тұста бәрі нәрсе есіме түсіп кетті. Мәди Ахметов сында азаматтарымыз депутаттық мансабынан айырылыпты. Депутаттықтың 2 жылдық алдамшы креслосы үшін ол жігітте қандай құрбандыққа бармады дейсіз ғой. Жалпы жаңа Қазақстанда жағымпаздықтың жаңа дәстүрі басталды деп есептейміз.